Көрмейтін күйеу бір сәтте әлі де Кумимен мейірімді болып тұрса, келесі сәтте Кумиді зәулім үйден шығарып жібермек. Себебі Куми көптің алдында өз күйеуіне тек ақша үшін үйленгенін мойындаған. Ол 25 миллион қалың мал жинап, Бауджиға қайтарамын деп шешкен. Сосын Кумиді шығарып жібермек. Куми Радживтің күрескеннен денесі жараланып қалғанын көріп, өзін кінәлі сезінген. Апайы оны жұбатты. Бұрынғы Раджив тіпті есіктен шықпайтын. Енді бір өзі шыға алады. Бұл бәрі Кумидің арқасы. Сол үшін Кумидің жүрегі сәл жеңілдеген. Раджив бөлмеге оралғанда Кумидің қорылдап ұйықтап жатқанын көрді. Ол бүкіл денесі жараланған, бірақ әйелі оған мүлде мән бермегендей болды. Куми шын мәнінде ұйықтамаған. Раджив ұйықтап кеткенде, Куми өз дайындаған майын Радживтің жарасына жаққан. Бір түннен кейін көгерген жерлері шынымен азайған. Куми асықпастан майды қайта сүртіп алды. Раджив білсе, оған көмектесуге келіспес еді. Раджив өз денсаулығын мықты деп ойлаған. Бір ұйықтап жарасы жазылғанын көрді. Ол қайтадан күресуге шыққысы келді, бірақ ағайымен Сандживті алаңдатты. Қайда баратынын сұрады. Раджив айтқысы келмеді. Есіктен шығуға рұқсат сұрауым керек пе? Куми барлығына айтты. Ол шыққысы келсе, шықсын. Қайтқанда аздап ашы соустан әкел. Мен ашы жеуді қалаймын. Барлығы оның осы мінезіне таң қалған. Бірақ Куми сөзіне мән бермей, жасырын түрде артқы багажға кіріп, Радживді күреске барған жерге еріп барды. Радживді сахнада қарсыласпен күресіп тұрғанын көргенде, Куми қатты алаңдады. Сахнаға шығып, Радживді бір соққыдан қорғап қалды. Раджив Кумиді қолымен сезіп танып, тез оны сыртқа көтеріп алып шықты. Куми біраз уақыттан кейін есін жинады. Раджив оған неге келгенін сұрады. 20 миллион жинауына кедергі болғысы келген бе деп ойлады. Куми менің мақсатым сені жарақаттан қорғау деді. Раджив мән бермейтінін айтты. Ол ақша жинап, сосын Кумиді шығаратынын айтты. Хансини енді шыдамай, Кумиді дереу шығарып жібергісі келді. Ол Сандживті ағасына 20 миллион беруге көндіргісі келді. Осылай Раджив жарақаттанбайды деді. Раджив бұл садақа деп есептеді. Хансиниге ақшаны қайтарып ал деді. Санджив Хансиниді қорғап, әйелім тек көмектескісі келді. Оған неге айқайлап жатырсың? Сенің жалған абыройың керек емес деді. Екі ағайынды бір-бірімен төбелесетіндей сөз таласты. Бауджи тек тоқтатты. Раджив бәріне Кумиді кінәлады, бірақ Куми берілмеді. Келесі күні қауымдық іс-шара болатынын біліп, Радживдің садақ атуға қатысуын қалайды. Раджив нысанға тигізсе, адамдар бұрынғыдай оған құрмет көрсетеді деп ойлады. Раджив сен мені қорлатқың келе ме деді. Куми Радживке қорқып тұрсың деді. Ол тек ынталандырғысы келгенін айтты. Раджив кенеттен қара матаны алды да көзін байлап қараңғылықта болуды сездірді. Куми дұрыс деп ойлады. Ол ешқашан мұны сезінбеген. Бірнеше сағат бойы көзін таңды. Радживдің кенет соқыр болуының әлсіздігін түсініп, енді ештеңе талап етпеймін. Тек Раджив өзі қаласа деді. Келесі күні кешкісін отбасы қауымдық іс-шараға барды. Садақ нүктесін көздеуді Сандживге тапсырды. Раджив бұнда қалудың керегі жоқ деп ойлады. Қайтуға шықты. Садақ сататын жерде өткенді еске алды. Кішкентай кезінде Сандживге садақ үйреткен. Сол кезде бәрін шебер істейтін. Қазір тіпті садақ ату мүмкін емес. Ашуын садаққа шығарды. Қолын жаралады. Куми артынан келіп оны тоқтатты. Ертесі інісі Радживдің күресіп жаралануын қаламады. Раджив көп ойланып сенімін қайта тапты. Сандживге уәде берді. Енді күреске бармайтынын айтты. Екі ағай қайта тату болды. Раджив көңілді. Ұзақ уақыттан бері ән сатмаған. Барлық отбасы мүшелеріне амандасып, жүзі сенім мен қуанышқа толды. Санджив Радживді компанияға жұмысқа тағы шақырды. Бауджи да келісімін білдірді. Раджив сәл ойланып қалды. Куми оны жігерлендірді. Өзіне сенсе, бәрін жасай алады. Кешке садақ атқандай деді. Раджив біраз ойланып, жұмысқа баруға келісті. Кейін костюм ауыстырды. Хансини қайтадан Радживге ғашық болды. Тек көздері жетіспеді. Раджив компанияға оралды. Тез бір келісім жасап 20 миллионды Бауджиға берді. Енді Кумиді өз шешіміне қалдырды. Дереу шығарып жібермек болды. Бірақ зәулім үйде Кумиді таба алмады. Оның заттары да жоқ еді. Раджив Куми қалғысы келіп, жасырынды деп ойлады. Апай оған іздеме Куми кеткен деді. Осылай барлығы жек көретін Куми зәулім үйден кетті. Бірақ көрмейтін күйеу қуана алмады. Ол сатқындық деп ойлады. Неге өз бетінше кетеді? Ол Кумиді өз қолыммен шығаруым керек деді. Апайы оған айқайлама. Қазір Раджив Кумидан құтылды. Енді неге ренжуі керек? Керісінше тойлауың керек еді ғой деді. Ол шындықты айтуды ойлады. Бірақ Кумиге құпия сақтауын уәде еткен. Кумиге қалуға кеңес берген. Бірақ Куми өзінің міндетін орындағанын айтты. Қазір бәрінің өмірі тыныштыққа көшкен. Кетуі бәріне пайдалы еді. Бауджи Куми кеткені жөн дейді. Радживке жаңа қалыңдық іздейтінін, ұлына сай жақсы қыз табатынын айтады. Ағайы да келіседі. Бірақ Раджив қуана алмайды. Куми автобуспен ауыл шетіне жетті. Бірақ күндіз ауылға кіре алмады. Ауылдың ережесіне сәйкес қалың мал алған қызды кері қайтара алмайды. Егер кері қайтарса ауылдан кетуге тура келеді. Тек түнде терезеден үйге кіре алды. Әкесі мен анасы оның келгеніне қуанды. Бірақ анасы тез түсінді. Не болды деп сұрады. Онда жақсы өмір сүрмедің бе деп сұрады. Куми бастапқыда жасырғысы келген. Бірақ әкесі шыдай алмай бұрынғы оқиғаны айтып берді. Куми сол жерде тек үй қызметшісі болғанын айтты. Анасы енді түсінгендей болды. Әкесінің Кумиге көзқарасы өзгеру. Әр айтқанда көз жасына ерік беретін. Куми ештеңе емес деді. Өз міндетін орындап Радживтің өмірге үмітін қайта оятқан. Қазір Радживпен еш қатысы жоқ. Ауыл ережесін біледі. Тек ата-анасы мен бауырын көруге ғана келді. Қазір кетеді. Анасы оны шақырды. Кумиге сен әрқашан қызым болып қаласың деді. Көршісі ауыл адамдарын жинап әкелді. Есік алдында тұрды. Куми тез кеткісі келді. Бірақ анасы айтты. Раджив үйінде сен жалғыз күрескенсің. Бірақ осы үйде бірге күресеміз. Әкесі Кумиді қоймаға жасырды. Анасы ауыл адамдарын шығарып жібермекші болды. Бірақ олар кетпеді. Куми есік алдында анасын сүйіп тұрған кезде байқалды. Бәрі шулап, Кумиді ауылдан шығарамыз деді. Әкесі әйелі мен қызының алдына кедергі болып тұрды. Бірақ біреу оны соққымен құлатты. Бауыры мен анасы да жанынан тартып әкетілді. Кумиге ұятты көрсететін қара күйе жағу. Сосын ауылдан шығару жоспарланды. Анасы Кумиді қорғап, алауды жағып бәрін қорқытты.
төртеуі қайта үйге кірді. Апайы Кумиді ойлап телефон соқты, бірақ анасы жауап берді. Ашуланып, сендердің зәулім үйдегі адамдарда адамгершілік бар ма? Қызымды құл сияқты қолданған соң лақтырып тастайды ма? Қазір ауылға келгенде тағы басқалардан қорлық көріп жатыр. Апайы ауыл ережесін біліп, Кумиді өз қызы сияқты көріп, жағдайына қатты қиналды. Куми кеткеннен бері Раджив бір жақсы ұйықтай алмады. Басқа адамдар Кумиді айтқанда ашуланады. Раджив Кумиді жамандағанын естігенде апайы оңдырмай бір соққы берді. Бұрын көзің соқыр еді. Қазір жүрегің де соқыр болды. Кумидің шын жүзін көрмедің. Раджив не екенін сұрады. Апайы бәрін ашық айтты. Раджив сенбеді. Апайы ойланып көр деді. Егер Куми қасақана ашу тудырмаса, сен үйден шығып жұмыс істей алар ма едің? Раджив өте өкінді. Санджив пен ағайы да Кумиді дұрыс түсінбегенін білді. Апайы Куми қазір қиын жағдайда. Ауылдықтар оны ауылдан қуады деді. Раджив дереу Кумиді әкелемін деп шешті. Бауджи бұл қате деді. Раджив оны елемеді. Хансини қатты қобалжыды. Кумиді әкелмеу үшін Бауджиға тапсырма бер деді. Бауджи не істеу керектігін сенен сұрамайын деді. Кейін Бауджи ауыл әкіміне хабарласып Кумиді ауылдан шығару жолын ойла деді. Радживтің үлкен ұлы Кумиді таппас үшін. Әкім дереу ауылдықтармен Кумидің үйіне келді. 4 адамды бақылауға алды. Арқанға байлап алып кетуге тырысты. Радживтің жүргізушісі Бауджидің нұсқауымен жолда тоқтатты. Раджив жүргізушінің өтірігін аңғарды. Жүргізуші Бауджи бұйырғанын айтты. Раджив оны ауылға жеткіз деп бұйырды. Әкесі Радживті қайтаруға тырысса да, Раджив Кумиді бірге әкетемін деді. Апайы бәрін айтып қойған. Бірақ Куми қаламайды. Зәулім үйде оның орны жоқ. Раджив Куми не қалайды деп түсінбеді. Өзім келіп алдым. Рахмет деп айтуды қалайсың ба? Куми ештеңе керек емес деді. Раджив оны сүймейтінін біледі. Алып кетуі кінә сезімнен ғана. Келісім аяқталды деді. Раджив тек келісім бе, басқа жоқ па деді. Куми жоқ деді. Раджив көз жасымен бәрібір болмайды. Мен 25 миллион бәрін Бауджиға бердім. Қазір сен меніксің, менімен бірге жүресің деп бұйырды. Әкесі тоқтатты. Бөлмеден 25 миллион алып келді. Қалың малды Радживке қайтарды. Кумимен енді қатысың жоқ. Енді кетуіңе болады деді. Қара қыз зәулім үйден шықты. Үй қызметшісі өмірінен босады. Күйеуі ауылға дейін қуып келді. Қайта әкеткісі келді. Жүрегінде әлі Радживті жақсы көрсе де, нағыз жұп бола алмайтынын түсініп, күйеуін кері жіберді. Раджив не істерін білмей тұрғанда апайы телефон шалды. Раджив Куми кеткісі келмейді. Мені тастап кетті деді. Апайы Кумиге әлі де кедергі барын білді. Раджив Кумиге қалай қарағаныңды ойла. Куми сияқты күрес. Шешіммен табандылық көрсет деді. Келесі таңертең бауыры Раджив қалдырған 25 миллионды көрсетті. Әкесі бұл ақша Раджив үшін тым аз. Ол енді қайтып келмес деп ойлады. Бірақ Радживтің дауысы шықты. Сендерде қандай ауыл? Күйеу бала үйге келгенде шай бермейді. Сыртта шыбын бар. Түн бойы ұйықтамадым. Көршілері жиналды. Куми отбасыда шықты. Анасы неге кетпеді деді. Раджив сендер қатал болсаңдар, мен де қатал боламын. Куми риза болғанша күтемін. Куми менікі. Куми не айтарын білмей қалды. Анасы Кумині сүйреп әкетпек болды. Бірақ Раджив анасына тоқтау салып оған аяғына тию рәсімін жасағысы келетінін айтты. Еңкейе бергенде қатты айқайлап жіберді. Ол әрқашан жұмсақ төсекте ұйықтап үйренген. Ешқашан тақтайда жатпаған. Бұл тақтай оған тым қатты еді. Сондай кезде тағы бір көрші Радживке шай мен ас әкеп берді. Көршілер де Радживті жақтап сөйлеп жігітке қалай сондай қатыгездік жасайсыңдар деп анасы мен әкесін сөге бастады. Раджив ештеңе етпейді деді. Ол Кумиді қинамайын, Куми кешіргенше күтем, ешқайда кетпеймін деді. Бұрынғы кезде Куми Радживтің дәл осындай жақындығын қатты аңсаушы еді. Бірақ қазір ол бәрінен бас тартуға бел буған. Тек тыныш өмір сүргісі келеді. Сондықтан ол Радживті кет деп айтқанымен Раджив оны тыңдамады. Ол Куминың есігінің алдында қалып қойып көршілермен ән айтып би билеп жүре берді. Оның көркем бейнесі қыздардың назарын да аударды. Тіпті қыздар оған құдық суын тартып беріп жуындыруға көмектесті. Осыны көрген Куми ішінен лап ете қалды. Қыздарды қуып жіберіп суды өзі тартып берді. Раджив рахаттанып тұрғандай болды. Сол кезде Куми Раджив мұны әдейі істеп жатқанын түсінді. Кетуге ниеттенгенде Раджив оны қолынан тартып жібермеді. Осы сәтте ауыл басшысы суретке түсіріп Бауджиге жіберді. Бауджи өгей ұлын шақырып оны ауылға жіберіп Кумині адам саудагерлеріне сатып жіберудің амалын табуды тапсырды. Қажет болса қолдансын деп бір мылтықта берді. Өгей ұлы оның айтқанын орындайтын, бірақ ешқашан адам өлтіріп көрмегендіктен қорқып тұрды. Бауджи еш уайымдама деді. Өзі бұрын судья болғандықтан заңды жақсы біледі. Оған ештеңе болмайды деді. Түнде нөсер жауын басталды. Куми Раджив әлдеқашан кетіп қалған шығар деп ойлаған. Бірақ Раджив сол күйі сыртта отырып алды. Көршілері оған жауыннан тығыл деп айтса да ол қозғалмады. Куми Радживті уайымдап оған не үйіне қайтуын, не қонақ үйге баруын өтінді. Раджив менің қазіргі мәртебем сенің күйеуің болу. Сондықтан сенің үйіңде тұруым керек. Сендер мені қабылдамасаңдар мен сыртта тұрамын деді. Анасы мен әкесі оның сонша қиқарланғанын көріп Кумині ішке сүйреп әкетті. Олар Радживтің қаншаға дейін шыдайтынын көргілері келді. Олар Кумині бөлмеге қамап тастады. Себебі Куми жүрегі елжіреп қайтадан Радживпен бірге кетіп қалмасын. Ол қатыгез зәулім үйге қайтып барса не болатынын ешкім білмейді. Бірақ Куми бәрібір Раджив үшін алаңдап терезеден шығып Радживті үйге алып кірді. Анасы мен әкесі оны ішке кіргізуге қарсы болды. Куми Радживтің қызуы бар, жаңбырда қалса өліп қалады деді. Әкесі құлақ аспады. Раджив өтірік жасап отыр деді. Куми егер Радживті кіргізбесеңдер мен де кірмеймін деді. Әзер дегенде жауын тоқтағанда Куми тездетіп от жағып Радживтің жейдесін шешіп үстіне құрғақ жамылғы жапты. Раджив қызудан есі ауысып әрең жатқан. Куми оның аяғымен
куминің қолын уқалап жылындырғысы келді. Бірақ Раджив есінен танып қалды. Куми оны арқалап үйге алып кірді. Әкесі тоқтатпақ болды. Бірақ Куми алдымен ол менің күйеуім бе емес пе, маңызды емес. Тіпті бөтен адам болса да әке адамды өлімге қиып қоя алмайды ғой деді. Сонда ғана әкесі оны ішке кіргізді. Куми Радживті төсекке жатқызып өзі асығыс сыртқа шықты. Ол Радживке дәрігер әкелмек болды. Бірақ жолда кенет көліктен бір топ адам түсіп Кумині ұстап көлікке тықпақ болды. Олардың арасында ауыл басшысы да бар еді. Куми олардың не істегісі келетінін білмеді. Бірақ ол дәл қазір Радживке дәрігер тауып әкелуі керек. Ешкім оған бөгет бола алмайды. Ол жігіттердің қолынан босап шығып шәлісіне тас орап жақындағанның бәрін соғып тастады. Радживті құтқару ниеті оған күш берді. Бірнеше жігітті сұлатып салды. Бірақ арты жағынан бір соққы тиіп есінен танып қалды.